барлығының орны бар. Бірақ менің айтайын дегенім, неге қыз баланы айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Неге бір қыз болса да тәрбиелеп өсірсең, салиқалы қылып, дұрыс тәрбие беріп өсірсең, оған да жәннат, саған да жәннат деп айтады. Сөйтсе, үш ұлма, бір ұлма, қайсының сауабы көп дегенге тоқталатын болсақ, бұл жерде қыз тәрбиелегеннің сауабы көп болады екен. Үш қыздың туған күні болып жатыр, бұйыртса. Бірінен кейін бірі. Туған күндері құтты болсын, ғұмыр жастары ұзақ болсын. Мысалы, мен бағын айтып отырмын, не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисі бар. Сахабаларына айтады екен. Сахаба деген білмейтіндерге жанындағы, пайғамбардың жанындағы көрген адамдар. Солар айтады екен. Үш қыз тәрбиелеп, салиқалы, жақсы, Құдайды таныған, саналы, салиқалы үш қызды тәрбиелеп өсіріп, соны құтты орнына қондырса дейді. Ол адамға жәннат деген. Сонда жанында бір сахаба отырып айтыпты дейді. Менде екі қыз бар, оған ше дегенде, саған да жәннат деп айтыпты дейді. Оның жанында бір сахаба отырып айтыпты, о пайғамбар, менде бір-ақ қызым бар еді, маған ше дегенде, саған да жәннат деп айтады дейді. Міне осының біз көбінде мағынасын білмей жатамыз. Қай жағынан? Ал үш ұл болсын, сізде үш қыз болсын. Неге үш ұл деп айтпады? Неге бір ұл деп айтпады? Мәселе бұл жерде бөліп жару емес екен. Бұны талдасақ, иә? Бұл жерде қыздың дәрежесін көтерді. Қыз баланы тәрбиелеп, оған Құдайын танытып, оны салиқалы қылып, тәрбиелі қылып өсірсе дейді, сол адамға деп айтады екен. Мәселе бұл жерде қандай қыз болып тұр, е? Сонда көп жігіттер айтады, мен қыз тәрбиелеуден қорқам дейді. Қорқатын жөні бар, бірақ оның жауапкершілігі көп екен. Көрдіңіздер ме? Сонда мен мына жаңа айтып отырмын. Үш қыз ба, бір қыз ба, жаңа пайғамбарымыз айтқандай. Үш ұлма, бір ұлма, қайсының сауабы көп дегенге тоқталатын болсақ, бұл жерде қыз тәрбиелегеннің сауабы көп болады екен. Міне осыны неге десем, бұл жерде дұрыс жауап айта алмады. Иә? Енді әркім өзінің түсінігінше айтып жатыр, бірақ неге бір қыз болса да, үш қыз болса да, оның сауабы, дәрежесі көп? Өйткені, мен сіздерге айтамын қазір жауабын, иә? Қызды ата-анасы тәрбиелегенде, оған керемет тәрбие бергенде, иә, күндіз түні. Мәселе осы жерде жатыр. Қыз жат жұрттық дейді. Жаңа кім айтты алдында? Жеңге. Иә, жат жұрттық деп айтты. Сонда ол да дұрыс. Сонда мысалы менің үш қызым бар, Аллаға шүкір. Мен оған тәрбие беремін, күндіз түні оны қадағалаймын. Не үшін? Ол қызды мен Алла бұйыртса ұзатып, оны бір отбасын, бөтен бір әулетті өсіріп өндіруге мен оны даярлап, тәрбиелеп береді екен. Түсіндіңіздер ма? Ал неге бұл жерде ұл баланың да рөлі көп қой? Бірақ ұл баланы мен тәрбиелесем, ол мені бағады деп тәрбиелейді екен. Көрдіңіздер ма? Сонда мен ұлға салған инвестиция, ол өзіме салған инвестиция дейді. Ал қызға салған болса, ол қараңыздар қандай керемет, иә, сауабы. Бөтен біреуге мен оны тәрбиелеп, басқа бір отбасын, басқа бір әулетті өсіріп өндіруге, басқа бір жерді бақытты қылуға мен оны тәрбиелеп береді. Бұл жердегі оның сауабы осы жерде тұр. Түсінікті ғой, мен ұл тәрбиелесем, ол келін алады. Ол менің үйімде болады. Бір тиын тапса да, былай айтқанда, менің үйіме келеді екен, менің отбасыма, әулетіме қызмет етеді екен. Ал мен бір қыз тәрбиелеп өсіріп, оны дұрыс тәрбие беріп өсірсем, ол ан жаққа барып, жақсы атын шығарса да, қандай табысты болса да, қандай бай болса да, ол жат жұрттық дейді. Көрдіңіздер ме? Енді қыздың баласы маған жиен болады.
жиен ел болмас дейді. Ол жерде бұл адам болмас деген сөз емес екен. Ол менің елім болмайды. Мен Найман, оның ішінде Өтеймін ба? Мысалы сендер қыздар. Енді сендер барып, сендердің ұрпақтарың менің жиендерім, иә? Алла бұйыртса. Ол енді Найманды, Өтейді көбейтпейді екен. Барақтың, Рәбілдің әулетін көбейтпейді. Мысалы Ботаны, иә? Келді, ол енді Ержанның әулетін үлкейтіп жатыр. Сонда Ботаны тәрбиелеп өсірген ата-анасына мың алғыс. Менің жолдасымды міне, Раушанды тәрбиелеп өсірген ата-анасына мың алғыс. Неге? Өйткені ол бөтен біреуге, былай айтқанда, қазір мен бөтен емеспін ғой, бірақ бұрын бөтен болдым. Сонда ол білген жоқ қой, маған сен қызыңды беретін. Танымайтын жерге. Танымайтын жаққа Қызмет етсін. сонда қызмет етсін. Осындай үлкен сауапты маған тәрбиелеп береді екен де. Қандай керемет. Түсінген адамға. Көрдіңіздер ме? Ұлдың да рөлі өте көп. Ұл болмаса, қыз болмаса не болады өмірде? Барлығының орны бар. Бірақ менің айтайын дегенім, неге қыз баланы айтты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам? Неге бір қыз болса да тәрбиелеп өсірсең, салиқалы қылып, дұрыс тәрбие беріп өсірсең, оған да жәннат, саған да жәннат деп айтады. Сөйтсе, бір қызды болса да сен дұрыс тәрбиелеп, өсіріп, құтты орнына қондырып, ол көбейетін болса, Жәннат, иә. қандай сауап. Сауаптан, иә. Бәрімізге сондай сауапты, сондай фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Аумин. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады екен. Жәннатты сұраңдар дейді. Оның ішінде фирдаус жәннатын сұраңдар деп айтады екен. Аумин. Алла тағалам барлығымызға әр ісімізге сәттілік беріп, денімізге саулық беріп, саналы, салиқалы ұрпақтар өсірген тілейік. Деніміз сау болсын, бай болайық, қуатты болайық. Мұсылман мықты болу керек. Ол бай болу керек дейді. Беруші қолдан болу керек дейді. Сол беруші қолдан болайық. Салиқалы қыз өсірейік, батыр ұл өсірейік. Барлығы иманды болсын, саналы, салиқалы болсын. Туған күндерің құтты болсын. Көркем мінезді болыңдар. Менің жолдасым тәрбиелеген ата-анасына мың алғыс, жәннат нәсіп етсін. Мені тәрбиелеген ата-анама Алла разы болып, фирдаус жәннатын нәсіп етсін. Аумин.